Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Баршаңызға Алланың игілігімен сәлемі болсын, жақсылығы болсын, панасы болсын. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға Алланың сәлемі мен игілігі болсын. Қыздар, бүгінгі эфир негізі сіздердің сұрауларыңыз бойынша, сіздердің қалауларыңыз бойынша, көп келетін сұрақтарыңыз бойынша жасап отырмыз. Және көпшілігіңіздің сұрауыңыз бойынша кішкене енді жекеге жазатын қыздар бар. Лаура ханым, сіз орамалға қалай келдіңіз? Қалай орамал тағуға шешім қабылдадыңыз? Қалай сол шешімді жүзеге асырдыңыз? Мен қатты таққым келеді, бірақ білмеймін, қорқыныштар басым, және шешім қабылдап сол нәрсені іске асыра алмай жүрмін деп айтатын қыздар көп. Сол қыздарымызға арналған бір эфир болсын, және бір мен жайлы да бір білгілеріңіз келетінін білемін. Бұл жерде өзім жайлы да менің өмірімнің бір үзігі жайлы сіздерге әңгімелеп беретін болам. Альхамдулилля, Аллаға сансыз мадақтар болсын. Қыздар, жалпы қалай болды, я? Мен әңгімені өзімнен бастайын. Мен өзіме келетін болсам, енді мен орамалға бір қалай келдім, я? Қалай болды сол нәрсе? Осындай бір үлкен қадамға, қайырлы қадамға жету жолында не болды, қалай болды, я? Әркім әртүрлі жолмен келіп жатады. Және Алла тағалаға сансыз шүкір, менің дәл осындай жол арқылы келгеніме. Менде студент кезден бастап, негізі кішкентай кезімнен бастап, отбасында алғашқы осы исламға байланысты, дінге байланысты кітаптар болатын үйде. Сол кезде пайғамбарымыз алейхиссаламның хадистер жинағы болатын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өмір баяны деген үлкен қалың кітап болатын үйде. Мен сол басқа әдеби шығармалар емес, әйтеуір соған қызығып оқитынмын. Және жаңағы хадистерді мен жеткіншек жасымда, подростковый возраст қоя, сол кітаптарды оқып, қарап, сол пайғамбарымыз алейхиссалам хадистерінде жазылған сөздерді маған бір не сияқты қабылдайтынмын да, өзіме бір ереже сияқты, нақты. Тіпті мысалға сол жердегі бір хадис, именно сол кітаптан көргенім әлі күнге дейін есімде да. Білімін, өзінің білімін қызғанған адамға Алланың қарғысы болсын деген бір жаңағыдай хадис бар екен да. Мен соны ол кезде балалық жаңағыдай жүрегіммен сол мектеп кезінде, сол жасыма қарай, өзімнің ортама қарай мен басқаша түсіндім да оны. Сол кезде сол хадисті оқығаннан кейін жаңағы қасымда отыратын менде бірінші жаңағыдай класстан бастап па, жоғарғы бастауыштан кейін жоғарғы класстан бастап па, қасымда Талғат деген класстасым отыратын, екеуміз бірінші партада отыратынбыз. Ол енді кішкене сабақты нашар оқитын. Соған арасында жаңа апай айтады ғой маған, көшіртпе Лаура, көрсетпе оған диктант жазған кезде, бақылау жазған кезде. Сол хадисті оқығаннан кейін мен ол нәрсені істей алмай қалдым да. Білімін қызғанған адам сондай болсын дегеннен кейін мен автоматты түрде жаңағыдай қой, мен білімімді қызғанған болмайды деген сияқты сондай нәрселер орын алатын да. Яғни менің бір көзқарастарымның қалыптасуына неге сол кітаптың хадистер жинағының өте үлкен бір жаңағыдай әсері болды. Сондықтан да осы жерден бір қорытынды шығаратын, яғни жеткіншек жаңағыдай балаларымыз оқи алатын жаңағыдай әріп танитын қыздарымызға, ұлдарымызға сондай кітапты оқыту, яғни олардың өздеріне бір ішінде шешім шығарып, бір қолдарына бағыт ұстатқанмен бірдей деп ойлаймын да. Сондықтан өте көмектеседі. Ал намазға мен студент кезімде келдім. Бірақ жаңағыдай мектепте Құран, аятул курсыны сол кезден бастап жаттап, оқып, жаңағыдай сосын барып мен мектеп-интернатта оқыдым. Дарынды балаларға арналған номер 1 облыстық мектеп-интернаты Шымкент қаласында орналасқан. Мен өзім бірақ Жамбыл облысының тумасымын. Жамбыл облысы Жуалы ауданында Қайрат деген ауылда дүниеге келгенмін. Сол жердің роддомында 7 айлық болып. Бауыржан Момышұлы атамыздың ауылында, тура сол жерде әке шешем, әкем де сол жердікі, анам да сол ауылдікі. Кейіннен жаңағы оңтүстікке мен ата әжемнің қызы болдым. Кейіннен біз сол неге Шымкенттегі дарын мектебіне 10-шы сыныптан бастап сол жақта болдым. Сол жақта да өзіміз дені қарап, университет кезінде мен енді сол өзімнің курстасым ең алғаш үйретіп, қызығушылық танытып намаз оқыдым, бірақ орамалға келген жоқпын.
Солай жүрдік, кейін тұрмысқа шықтым 2009 жылы. 2009 жылдың наурыз айында тұрмысқа шықтым. 2009 жылдың желтоқсан айында тұңғыш қызымды босандым. 2012 жылы екінші қызымды босандым. Содан кейін бізге Алланың қалауымен күйеуім екеумізге 2012 жылы негізі бірінші рет қажылыққа бару, үлкен қажылыққа бару сондай мүмкіндігі болды. Аллаға шүкір. Бірақ біз ол 2012 жылы біз бара алмадық. Менің жаңағы қызым кішкентай болды, екінші қызым. Ал және біз жұмыстан шыға алмадық күйеуім. Ол кезде мен де, күйеуім де, екеуміз де Алматы қаласындағы Хабар арнасында жұмыс жасадық. Алматы филиалында Хабар арнасының бағдарламалар бөлімінде мен редактор болатынмын, кейбір жобаларда продюсер болдым, қонақтар жөніндегі редактор, монтаж жөніндегі редактор, сценарист, қаншама бағдарламаларды жасадық, студиялық бағдарламаларды. Тұрмысқа шықпай тұрып бір жолы Қадір түні тікелей эфирін жүргізген кезімде болды. Содан ол жылы біз бара алмадық. Өйткені бізде жұмыста жаңағыдай гонорарлы система деген дүние болатын. Жаңағы жұмыс жасайсың, ақша бар. Жұмыс жасамай қаласың, проектің болмайды, ақша жоқ деген сияқты. Сонымен жұмыс және жаңа менің бөпемнің кішкентайлығына байланысты біз 2012 жыл бара алмадық. Сонымен 2013 жылы тағы да қажылықтың мерзімі жақындаған кезде ақылдаса отырып, білмеймін қандай жағдай болса да Аллаға тәуекел етейік, барайықшы, мейлі ризығымыз әйтеуір жеткізер, бір ай жұмыста болмасақ, бір қиналсақ та әйтеуір реттерміз, Аллаға тәуекел етейік дедік те баратын болып шештік 2013 жылы. Сонымен Алланың қалауымен, бірақ та бізде қиындықтар болды. Біз жұмыстан сұрана алмадық, айта алмадық басшылыққа, өйткені олардың жібермейтіні кәдімгідей белгілі еді. Сонымен біздің тікелей бастығымызға, сол бағдарламалар бөлімін басқаратын басшымызға айта алмай, біз сол кісінің жанында отыратын режиссер апайымыз болатын. Сол кісіге айттық та сапарға аттандық. Тәуекел еттік енді. Өйткені сұрансақ жібермейтінін біліп тұрмыз. Күйеуім де, мен де. Сонымен өзіміздің бағдарламалардың барлығын жасап, реттеп кеттік. Барғаннан бастап дұға жасадық. Алла тағалам осы сапарымызды қайырлы қыл, біздің басшылықтағы кісілердің жүрегіне жаңағыдай иман сал, Алла тағалам оларды бізді осы әйтеуір барғаннан кейін қиындықтар болуын, бізге түсіністікпен қарауын нәсіп етші деп дұға жасап жүрдік. Ондай бір кішкене қобалжудың болуы да бізде заңды еді, өйткені соның алдында ғана осы намаз оқып жүрген, орамал тағып жүрген бізде 3 қызды, екеуін жұмыстан шығарды, біреуі орамалын шешуге мәжбүр болды да. Сол нәрселер бар. Кішкене енді ол кісілердің жалпы намаз оқуға, орамалға деген көзқарастары кішкене қиындау болғаннан кейін бізде үлкен бір қобалжу болды. Сол үшін де Алла тағала олардың көзқарастарын оң ете көр, Алла тағала оларды бір жүректерін жібіте көр деп қатты дұға жасадық. Арафатта жүрген кезде де, Арафаттағы күні де, енді қажылық дегеніміз ол Арафат қой. Сол күні де кәдімгідей сол бастықтарымызға арнайылап ұзағынан кәдімгідей шын жүрекпен тілеп тұрып дұға жасадық. Өз басым солай қатты дұға жасадым. Және сол Арафаттың алдында осы әйел адамдарға сол күні бір кішкене жаңағыдай дағуат дейміз ғой, бір кішкене лекция айтылып, түсіндіріліп, қажылық деген не, жалпы қалай деген сияқты бір әңгімелер айтылды. Сол кезде айтып келе жатып, қаншама мысалы әңгімені бәрін естіп отырмын. Сол жерде бір аят менің жүрегіме қатты қонды да. Яғни айтты: егер Алла тағала айтады дейді, Алла тағала егер де мен үшін бір нәрседе бас тартып бір дүниеге тәуекел етсеңдер менің разылығым үшін, және бір нәрседен бас тартсаңдар, жамандықтан, бір әйтеуір бір дүниеден бас тартып менің разылығыма қарай жүрсеңдер, мен сендерге бас тартқан дүниелеріңнен де жақсысын нәсіп етемін деп тұр да. Және ойламаған жерден ризық беремін, күтпеген жерден жаңағыдай шығатын жол тауып беремін деген аятын естіген кезде менде бір қатты бір тебіреніс болды ішімде. Сол кезде мен ойладым, оған дейін менде бір екі ойлылық болып жүретін да. Мен жаңағыдай
орамал енді қажылыққа аттанғаннан бастап, аэропорттан бастап біз уже осы орамал тағып осы неге ендік та, оған дейін мен кимеген болатынмын. Менде ой болатында, мен барғаннан кейін не істеймін, қалай болады, мен орамалымды шешіп тастайын ба, жоқ осылай мен ары қарай жалғастырам ба деп ойлап жүретінмін да. Жаңағы сөздің арасында сол сөзді нақты, сол аятты қаншама әңгіме айтылды, қаншама сөз айтылды, қаншама аят айтылды, бірақ Алла тағала маған сол аятты жүрегіме қондырды да кәдімгідей. Және менде үлкен сенімділік пайда болды. Сол минуттардан бастап менің жүрегімдегі бүкіл жаңағыдай сомнение дейміз ғой, сомнение, шешім қабылдай алмағандық барлығы бір кетті де, мен нақты нық болды, мен барғаннан кейін орамалымды шешпеймін деген шешімге келдім. Және оған тағы да әсер еткен дүниелер айтылады да, мысалға қажылыққа барған адамның қажылығы қабыл болғанның белгілерінің бірі дейді, ол қажылықтан келгеннен кейін бұрынғыға қарағанда өзгерістер болады дейді да оның бойында. Яғни ол бұрынғыға қарағанда мысалға жалпы имани тұрғыдан, рухани тұрғыдан оның бойында жаңағыдай өсулер пайда болады. Мысалы, бұрын сен тұрақты түрде намаз оқымаған болсаң, қажылыққа барып, содан кейін барып сен келгеннен кейін тұрақты түрде намаз ылғи да 5 уақытыңды түгендеп, 2 мезгіл басқа емес 5 уақыт тұрақты түрде ылғи да намазға жығылсаң, немесе жаңағыдай сен орамалсыз барып, сен ол жаққа орамалмен қайтып қайтадан шешпесең деген сияқты бір, яғни сен Аллаға қарай бұрынғыдан қарағанда жақынырақ бола түссең, ол сенің қажылығының қабыл болғанның белгілерінің бірі дейді да. Яғни мабрур қажылықтың белгісінің бірі, ол сенің имани дәрежеңнің бұрынғыға қарағанда өскені деген нәрсе да. Және менде ой туындады, мен қалай үлкен қажылыққа келемін, осы жақта мен бар тілегімді айтып, Алладан жалбарынып бәрін сұраймын, осы жақта орамалмен жүремін де, сосын барамда қалай мен шешіп тастаймын деген ой келді. Қалай мен бұл 200-дүлік сияқты болып қалмай ма, мен сонда кімді алдап тұрмын, мен өзімді алдап тұрмын ғой бірінші деген, бірақ деп ойлаймын да, сосын артынша жұмысты не істеймін, хабардағылар оны құптамайды ғой, ана жол ана 2 қыз жұмыстан шығып кетті, біреу орамалын шешкізді ғой, оны қайтем деген ойлар келеді. Сосын барып қалай болады, мен орамал қорқыныштар, неше түрлі бастағы қорқыныштар, орамалдағыларға бір түрлі қарайды ғой, сосын барып жаңағы адамдардың көзқарасы бір түрлі болады ғой, қалай болады деген қоғамның сені жаңағыдай оғашталуы сияқты бір қорқыныштар болады да басыңда. Сосын бірақтан мына жақтан екі нәрсе, яғни бір ойыңда екі нәрсе, екі жаққа қарай сені сүйрейді, білмейсің да. Яғни бізде жалпы енді қазір сіздің өміріңізде де болуы мүмкін да, дәл осындай ойлар. Ішкі жүрегіңізбен, яғни жүректің шын айтуы айтып тұр да, кегің келеді, бірақ жаңағы нәрсе басып кетіп жатады да, кейде қоғам қалай қарайды, хиджабтағылардың бәрін орамалдағыларға біртүрлі не істейді, маған да солай қараса ше, қалай жұмыс табамын, қалай не істеймін деген сияқты біздің көбіміздің басымызда сондай образ дұрыс емес та, орамалды адам дегенге, орамал киетін қыз дегенге байланысты, келіншек дегенге байланысты бір образдарымыз дұрыс емес. Сол кезде де мен байқадым да, және қорқыныштар жаңағы. Мен орамалмен барып, сосын мен жұмысқа реттемей қойып, мен қалай ризығым табам, қалай ақша табам, қалай мен жұмыс істеймін, қалай мен өзімді реализация жасаймын, мен мысалы мынандай арманым бар, мен мынандай карьера жасағым келеді, ал орамалмен это возможно или нет деген бір қорқыныштардың барлығы бір-бірінен соң бір-бірі шыға береді да, неше түрлі сылтаулар. Бірақ та жаңағы аятты жүрегіме жеткен кезде оның бәрі тып-типыл жоқ болды кәдімгідей. Өйткені мен түсіндім, Алла тағала айтып тұр, Алла тағала уәде беріп тұр, сен бүкіл жаңағын барлығын сырып қойда, сол нәрселеріме рисковать етіп, маған тәуекел етші деп тұр, мен саған одан жақсысын берем деп тұр да. Осы нәрсені менің жүрегіме толық жеткен кезде қорқыныштың бәрі жоқ болып кетті, сейіліп кетті кәдімгідей. Яғни менің бір дұғаларыма сай Алла тағала менің жүрегіме сол нәрсені орнықтырды да, өзінің қалауымен. Содан кейін өзімнің шешімім туралы сол жерде күйеуіме айттым. Біз Арафат бітіп, Жамаратқа тас атуға бара жатқанбыз жолда, ол жерде біраз жаяу жүресің Жамаратқа дейін. Сол кезде айттым, мен бір шешім қабылдап тұрмын, барғаннан кейін мен орамалымды шешкім келмейді, осылай ары қарай орамал тағып жүргім келеді деп айтып едім. Күйеуім маған қарады да, енді өзің шешесің ғой, өзің ойлан, бірақ
жұмыстағы ситуация қалай болып жатқанын білесің ғой, оны не істейсің деді. Сонымен айттым, Алла тағала уәде беріп тұр ғой, Алла уәдеде тұрушылардың ең ұлығы. Ол уәдесін орындайды ғой. Ол нақты уәде беріп тұр. Сен мен үшін бір тәуекелге бар, мен саған я заменю тебе лучшим деп тұр да, одан да жақсы нәрсемен мен саған алмастырып берем деп тұр. Мен осы аятқа, Алла тағаланың осы сөзіне амал етемін дедім. Бәрін Аллаға тапсырам, және мен нақты бұл шешімім деп едім. Күйеуім де, жарайды, өзің қара, өзің шешесің ғой деп. Бірақ ана көп жағдайда мен неге екенін ойлайды, осы жаңағыдай күйеуі айтып кигізген шығар деген сияқты да, өзіміздің таныстардың арасында, бұрын жұмыста да саған не ма деп біртүрлі андай жаны ашып сұрайды да, саған күйеуің айтып кигіз қойды ма деген сияқты ше. Жоқ, олай емес, бұл менің осознанный дейді ғой, кәдімгі жүрекпен, шын ниетпен осознанно келген шешімім, таңдауым болды. Және мен соған қатты қуанамын. Және осы нәрсені білгеннен кейін, біраз уақыттан кейін мен мына ақпаратты естимін да. Айтады, кез келген жаңағыдай әйел бір нәрсені таңдау жасаған кезде, тіпті осы орамалды да мысалға алып айтайық. Орамалды қандай ниетпен киеді, оған ниетіне қарай соның жаңағыдай сыйы беріледі деп айтады да. Шында да көп жағдайда көп қыздар орамалды әртүрлі жолмен, әртүрлі ниетпен киеді екен. Соның мысалға біреуі кейбірде шынында да жаңағыдай күйеуінің қалауымен, күйеуінің айтуымен, күйеуінің насихаттауымен киетіндер бар екен. Бар, яғни ол тұрмысқа шыққан кезде, немесе тұрмысқа шықпай тұрып, осылай маған тұрмысқа шықсаң сенің орамал кигеніңді қалаймын, сол дұрыс, өзіңе пайдалы. Әрине ол дұрыс, енді ер адам өткен әйел үшін жауап береді ғой, ертең сұралады. Және екінші тағы да бір ниет, ол жаңағы кейбір болады екен, мысалы қызығып да әдемілік үшін. Орамал таққан бір әдемі, сәнді, бір маған ұнайды деп, сондай бір сұлулыққа қызығып, орамалдың солай нәзіктігіне қызығып, сұлулығына қызығып таққысы келетіндер болады екен. Бірақ Алла тағала шынында да сол әйелге сол өзі қалаған сұлулықты береді екен да. Және үшінші, ол жүрекпен, Алланың әмірі ғой, Алланың қалауы ғой деп кәдімгідей өзінің шешімімен, өзінің жүрегімен жаңағыдай Алланың жаңағыдай осындай парыз етілген бұйрығын орындау себепті, Алланың разылығы үшін деп барлық нәрсеге қарамай тәуекелге барып осылай келу екен да, өзінің осознанно келу да. Былайша айтқан кезде сол осознанно өзіңнің қалауыңмен, өзіңнің жүрек қалауыңмен жүрегіңе байлап киюді айтады екен да, орамалды. Және айтады, осы үшіншісі аналарды да жаман деп тұрған жоқ, ол жолдар да жақсы, бірақ ең жақсысы, қайырлысы жаңағы дейді да, яғни өзіңнің шешімің арқылы, өзіңнің қалауыңмен, өзіңнің таңдауыңмен келу. Яғни былайша айтқан кезде ол осознанно келу да бұл шешімге. Себебі неде айтады, ол кезде сен осознанно келген кезінде ол сенің жүрегіңе байланады дейді. Және ешқандай да ешкім саған әсер етпейді. Оның ертең ол шынында да жүрекке байланған кезде ешқандай қиындық, біреудің қысымы, біреудің жаңағыдай сені елітіп басқан нәрсеге қызықтыруы, немесе біреудің саған жаны ашып, немесе мазақпен қарау, басқа немесе дүниемен қызықтыруы, карьерамен қызықтыруы, еш нәрсе саған әсер етпейді екен оны шешіп тастауға. Сен оны кигенде сен жүрегіңе байланды, мәңгілік сенің орамалың сенімен бірге қалады екен. Яғни ол үлкен нығмет қой. Ал енді кей жағдайда жаңағы ниет күйеу айтқандықтан киілген кезде осындай жағдайлар кездескен екен. Мен тіпті таныстарының арасында бір айтқан, күйеу айтқандықтан киіп, кейін бір енді кикілжің болып, отбасында күйеуімен ажырасып кеткен кезде орамалды жаңағыдай оңай шешіп тастаған. Яғни ол не деген сөз? Ол жүрекке байланбаған да, түбегейлі, яғни оның қаншалықты нығмет екендігін, қаншалықты жақсылық екенін өзі жүрекпен түсініп, осознанно келмегендіктен де оны шешіп тастауда не болған, оңай болған да. Сондықтан ең жақсысы жаңағыдай осознанно өзің келу деп айтады да. Осы нәрсені кейін естідім. Шынында да және жаңағы нәрсеге толық тәуекел ету, Алладан сұрау. Сосын қажылық бітіп, енді елге қайттық. Қазақстанға түскеннен бастап қорқыныш. Енді ана жақта атмосфера басқа ғой, қажылықта. Барлығы орамалда, ол жақта орамал тақпасаң керісінше өзіңді ол жақта біріншіден кіргізбейді да сені орамалсыз ол елге.
ол жақтағы атмосфера енді оңай ғой, ал елге келгеннен кейін бір түрлі да, бәрібір қайтадан бір жаңағыдай бір толық енді біліп тұрсың, сен шешпеймін не деген бәрі жүрегімде тұр, бірақ үйге келгеннен кейін жаңа тағы енді жұмысқа баратын кезде енді қорқыныш қалай қабылдайды екен, не екен, басшылық не дейді екен, уайым кәдімгідей жүрегімде уайым болды. Сосын барып тіпті жаңағыдай үйдегілер де ата енем деген сияқты ол кісілер де енді не осылай жүресің ба деген сияқты сұрайды да. Сосын иә осылай жүремін дедім, түсіндіріп. Сосын жаңағы жұмысқа баратын кезде бір қорқыныш болды. Сол уайымдағаннан тіпті түс көремін ғой. Түсімде жұмысқа барсам, кабинетке кірсем, менімен бірге бір кабинетте отыратын қыздың біреуі жаңағыдай осындай орамал тағып апты деймін да, хиджаб киіп апты. Сонымен қуанып кетем ананы көріп. Мә, сен де киіп алдың ба, кидің ба не? Сон бастықты айтам да, бірден сол кісінің атын айтып, о кісі еш нәрсе демеді ма, ұрыспады ма десем, жаңағы қыз айтады, ой, ол ұрысқан жоқ, ол қазір өзгеріп кеткен, еш нәрсе демейді ол, не переживай дейді да маған. Қуанып кетем, жүрегім жарылып. Сосын енді елге келгеннен кейін ана жақта қажылықта киген киімдер сай келмейді ғой бұл жаққа кішкене. Сонымен білмеймін әлі қалай алу керек, не алу керек деген сияқты. Сонымен көмек сұраймын қажылыққа бірге барған осы жақтағы таныс келіншектерден, менімен бірге пожалуйста жаңа базарға баршы, таңдашы маған, мен өйткені білмеймін, еще білесің ғой мен неде телевидениеда істеймін, дұрыстап олар шошытып алмай, трансформацияны ақырын жүргізуім керек, ақырындап сіңіруім керек деп айтып жатырмын. Сонымен Алла разы болсын, олар менімен бірге базарға барып, әйтеуір таңдасып, сонымен киімімді таңдап келіп, жұмысқа баратын мезгілімді келді. Сосын енді қатты қобалжу болды. Бір енді білмеймін, күйеуге шыққанда қобалжымаған шығар, некем қиылғанда. Сонымен жұмысқа келе жатырмын, жақындаған сайын жүрегім тарсылдап, дүрсілдеп, өзім қолым біресе ысып, біресе суып кәдімгідей. Бір кезде сумкамды қараймын, бізде хабар телеарнасында кәдімгідей телевидение істейтіндер біледі, жаңағы өтетін жер болады, турникет болады, ол және сотрудниктердің барлығы біз строго пропускпен өтеміз, тек қана пропускпен. Ол болмаса сен міндетті түрде басшылыққа хабарласып, сол жақтан рұқсат алып, содан кейін ғана ішке кіргізеді сен. Жақындаған кезде енді дайындайын деп қарасам, сумкамды қарасам, пропускым жоқ қой. Соны көрген кезде мен сумкалардың бәрін ауыстырып, қобалжып жүріп, пропускымды ұмытып кеткем үйде. Ал енді сол моментте менің жаңа қобалжуымның үстіне одан сайын қосылып кәдімгі сұп-сұқ тер шығып кетті да, кәдімгі не істерімді білмей ана жерде одан сайын жүрегім тарсылдап, алақанымның барлығы терлеп, енді қайттым, өзім почти бір ай жұмыста болған жоқпын. Еще жаңағыдай орамалмен киіп тұрмын. Қасым баяғыда бүйтіп бір сызық қас болған ғой мынандай. Қас деген өскен уже осындай орман болып тұр. Баста орамал, ұзын көйлек, бір ай жұмыста болмағасын, еще кеп тұрсың да, сондай тұрмын, еще пропускым жоқ болған. Пропускым болса, істеп өтіп кетесің ғана, охранадағыларда бәрінің маған енді қарағаннан несі қалай болады деп тұрмын ғой. Ито жаңа басшылыққа хабарласу мен үшін не болып тұр да, өйткені еще оларға ескертпей, сұранбай кетіп қалғанбыз ғой. Менің ең қаламай тұрғаным сол басшылыққа жаңа хабарласып, мен кіргізесіз бе, жұмысқа келген едім деп айту болып тұр да, қорқынышым болып тұр. Сонымен сол жерде тұрдым да бір кезде жан жүрегіме кәдімгідей дұға жасадым. Алла, енді мені өзің алып шық, Алла тағалам, өзіңе ғана тәуекел еттім, сенен ғана сұраймын. Аллахым, сен бәрін көріп тұрсың, біліп тұрсың, Аллахым, сенен артық менің панам жоқ, өзің мені осы ситуациядан алып шық, Алла тағалам, маған осы нәрсені жеңілдетіп берші деп кәдімгідей сұрадым да, бисмилля деп, тәуекел деп кірдім. Турникетке қарай жақындаған сайын енді жүрегім дүрсілдеп, бірақ бір не сияқты да, сол кездердің бәрін білмеймін ше, қалай келе жатырмын, как будто мен денемнен бөлініп шығып кеткен сияқтымын ше, жаңа бәрібір медленный кадрмен болып жатқан сияқты. Ана турникетке жақындаған кезде охранада тұрған кісі мен түрме бүйтіп қарады да, нені пик еткізіп аша салды. Еш нәрсе сұраған жоқ. Просто ашты да мен жібере салды.
қыздар, это невозможно, бізде хабарда жұмыс істеген, біздің менің осы жерде отырған әріптестерім болатын болса, оны біледі, олай жібермейді бізде. Міндетті түрде пропускпен көрсетесің, сосын өтесің, еще пропускке қосымша удостоверение сұрайды. Жоқ болатын болса, ана басшылыққа звондайсың, олар кіргіз дейді, сосын барып кіргізеді. Ана жерде алдыда менен еш нәрсе сұраған жоқ, анан пик еткізді, мен өтіп кеттім. Ана жерде мен оның мүмкін емес екенін біліп тұрмын, және Алла тағаланың сондай үлкен бір ұлылығы, мұғжизасы екенін білгендіктен мен кәдімгідей көзімнен жасымды тоқтата алған жоқпын да. Сондай өзім сондай қобалжып қорқып тұрған нәрсем, көзімнен жас парлады ғой, тоқтата алмаймын ана жерде. Алла тағалам шүкір, рахмет саған деп жатырмын да. Аллахым, сен ұлысың, Аллахым, сен шында да ұлысың, Аллаху акбар деп жаңағыдай одан сайын қобалжып дірілдеп, сосын барып лестницаға көтерілерден бұрын жаңағыдай сәл не бар, сол жерде тұрып әрең бастым, эмоциям бәрін сүртіп, не істеп, кішкене өз-өзіме келіп, содан кейін барып жаңағы кабинетке қарай жақындап, әбден кішкене өз-өзімді басып, сосын барып көтерілдім, кабинетке кірдім. Сонымен жаңағы бірге жұмыс істейтін бір кабинетте отыратын әріптес қыздардың бәрі қарсы алып жатыр, не істеп жатыр, сұрап жатыр, құшақтасып сүйіп, жаңа не істеп, қалай деп сұрап жатыр, олар хадияларын таратып жатырмын барлығының, сол жақтан алып кеп берген. Сонымен бір кезде қалай, не, енді айтып беріп жатырмын ғой, сосын олардан да бірінші сұрақ, енді болды ма, не осылай жүресің ба дейді да. Сонымен я қыздар, енді мен осылай жүрем дедім, менің шешімім, қалай жарасама, бірақ күшті жарасып тұр деп айтып жатыр да, олар, мен енді осылай жүрем, солай шешім қабылдадым деп. Сонымен сөйтіп сөйлесіп тұрған кезімізде жаңағы кабинетке телефон шырылдады да, сосын алып, қыздар жүріңдер Арманаға жиналысқа, бастығымыз жиналысқа шақырып жатыр деді. Жүрегім тарсыта қалды. Мен қорқып тұрмын ғой тағы да сол кісімен кездесуден, қалай болады деген сияқты. Сонымен сөйтіп едім, мен айтып отырмын да, енді қазір бізге сөйлейтін шығар, ұсатын шығар, не үшін жасап жатыр екен, бәрі келсін деп жатыр дейді да. Еще мен ойладым да, уже біздің келгенімізді білген екен ғой, қазір бәрін көзінше жиналысқа салатын шығар деп қорқып бара жатырмын бірден. Сөйтсем айтады, бір қыз айтады, сонымен айтады, ол кісі енді жұмысқа бүгін бірінші рет шығып тұр ғой, соған жинап жатқан шығар бәрін дейді да. Сонымен мен сұраймын, қалай бірінші рет шығып тұр деп. Сөйтсем, қыздар, Алланың құдіретін қараңыздар, Алланың ұлылығын қараңыздар, қалай болған. Оказывается, сол біздің бастығымыз, біз кеткен күні ертесіне ол кісі де жұмысқа келмеген. Ол кісі қатты ауырып, тіпті жаңада комаға түсіп, ауруханаға түсіпті де, дәл біз жұмысқа шыққан күні ол кісі де жұмысқа шығып тұр ғой. Жаңағыны естіп білген кезде енді тіпті не істерімді білмей қалдым да. Алла тағаланың реттеп берем деген нәрсесі мені де реттеп беріп тұр да, барлығын. Кәдімгідей ана нәрсеге сенбеймін, қайта-қайта сұраймын да, қалай сонда қыздар, не болыпты ол кісіге деп. Сен білмеймін, қатты ауырып, почти что комада болып, әрең жаңада қайтадан өзіне келіп, сонымен мені енді ғана жұмысқа шығып тұр дейді да, бүгін соған жиналыс жасап жатқан шығар деп. Мен кәдімгідей сене алмаймын ана нәрсеге, аң-таңмын, және енді Алла тағала мадағайып шүкір етуден басқа бір аузым басқан нәрсеге келмей тұр да. Сонымен қыздардың барлығымен жоғары қарай көтерілдік, 4-ші этаж деп айтатынбыз. Сол жерде келе жатқан кезде тура ол кісі жаңағы председатель правления дейді, басшылықтардың кабинетінен шығып қалды да алдымнан. Сонымен шошып кеттім, маған қарады да, қалайсыңдар, барып келіпсіңдер, естіп жатырмын, не дейді енді ондайды, құтты болсын дей ма, не дейді, мен енді қазір бұрынғыдай емеспін, кішкене өзгеріп қалдым дейді да ана кісі. Мен ана жерде естіп тұрмын да, эмоциямды әрең ұстап тұрмын ғой, әрең ұстап тұрмын. Алла дұғаларымызды қабыл еткеніңе шүкір, Алла тағалам саған сансыз мадақтар болсын, дұғаларымызды қабыл еттің, Аллахым шүкір, шүкір, шүкір деуден басқа ешқандай эмоция, басқа нәрсе келмейді аузыма. Сонымен отырдық жиналыста, тағы да сол жиналыста отырған кезде тағы да айтып жатыр да. Енді біраз осындай басыма сынақтар келіп, ауырып, осылай біраз енді өзгеріп қалдым, мен бұрынғыдай емеспін дейді, ана кісі тура сондай нәрселер айтып тұр да. Мен құтты болсын дей ма, не дейді енді бұндай кезде, енді барып кепсіңдер енді деп сөйтіп айтып жатыр да. Сосын мен ойладым ғой, енді мен деген алып, жаңа жиналысқа салып, мынауың не, енді басқа қыздардың да күйін кешетін шығармын деп, мені жаңағы немесе проектілерден аластатып, немесе жұмыстан шық, мынауың не, орамалың не, ешқандай ондай қысым болған жоқ қой қыздар. Альхамдулилля, Алла тағаланың сондай, шынында да Алла тағала айтты ғой жаңағыдай, маған тәуекел етсең, мен саған ойламаған жерден шығатын жол және күтпеген жерден ризық берем деді ғой.
және сол қажылыққа кетпес бұрын сәл алдын мен жаңағы өздеріңіз білетін Қайрат Нұртастың журналы шығып жататын, сол бір күні соны көріп сапасын несіне көңілім толмай сөйтіп кішкене сол журналына көмектесіп жүрген болатынмын да. Сосын мен сол келдім, бірақ маған жаңа басшылықтың тарапынан ешқандай қысым, еш нәрсе болған жоқ. Қалай бұрын жұмысымды жасап жүрдім, дәл солай жұмысымды жасап жүрдім. Ешкім еш нәрсе деген де жоқ, айтқан да жоқ, бәрі тек қана менің ішімдегі қорқыныштар екен да. Аллаға шын тәуекел етіп тапсырдым, бәрін осылай реттеп берді кәдімгідей. Және сол кезде Қайраттың анасы Гүлзира ханым маған қайта-қайта айтты: Лаура, сол кездерде оларда бір өзгерістер болды, не болды, өзінің бұрынғы директоры әйтеуір жұмыстан кетіп қалды. Сонымен маған қайта-қайта ұсыныс тастады, енді айтты: өтініш, сен осы қазір журналды ғана жасап жүрсің ғой, сен бізге келсең, жұмыс істесең, хабарды қоя тұрсаң, өйткені екі жаққа жүгіріп бізге басыбайлы келсең, сен сияқты бізге специалист керек деп айтып жатыр да. Мен орамалыма неме қарап жатқан жоқ. Сонымен біраз ойландым, истихараны оқыдым. Ала мен истихара намаз деген білесіздер, иә, ол былайша айтқан кезде кез келген бір шешім қабылдарда, бір дүниені жасарда, тіпті жаңағыдай бір жаққа көшерде, кез келген өзіңіз бір сәл сенімсіз болып тұрған жағдайда Алламен кеңесу сияқты дүниеде. Яғни бірінші біз не істейміз? Қасымыздағы адамдармен ақылдасамыз, екінші сол истихара намазын оқып Алладан дұға сұраймыз: Аллахым, егер де осы шешім менің осы өмірімде, дінімде, менің арғы дүниеме хайырлы болатын болса, оны маған хайырлы жолмен бұйырт Аллахым. Егер де осы шешім маған менің қазіргі осы дүниемде, арғы дүниемде, менің дінімде, тұрмыс тіршілігімде маған хайыр болмаса, мені ол нәрседен хайырлы жолмен алыстатшы деп дұға сұраймыз. Сол дұғаны сұрадым, күйеуіммен ақылдастым, сонымен сол кісілердің шақыруымен сол жұмысқа кеттім. Хабардан кетіп, сол жұмысқа бардым. Ол жерде бастапқы кезде жаңағыдай ол кісілерді енді бұл нәрседен сәл алшақтау болды. Сонымен бір күні отырған кезде маған жаңа Гүлзира ханым айтады: Лаура, саған қараймын да жаным ашып кетеді. Қандай красавицасың ғой, шашың қандай ұзын, күшті еді ғой. Енді естіп жүресің ба, бүкіл сұлулығыңды жауып, жаным ашып жатыр саған дейді. Сонымен мен күліп жатырмын да енді. Дәте, неге жаныңыз ашиды? Бұны ешкім маған күштеп кигізген жоқ, біреудің қалауы емес. Маған ұнайды, мен осыдан, я от этого кайфую деп жатырмын да. Мен өзімді осылай бақытты сезінемін, мен өзімді осылай, және давайте бірден келісейік дедім. Егер менің киімім, менің осы образ жизни, менің осы стилім сіздерді бір кішкентай болса да қымсындырса, егер сіздерге сәл болса да ұнамаса, жұмысқа кедергі келтіреді деп ойласаңыз, қазірден айтыңыз, және мен ешқандай ренжімеймін. Және қазір таңдау болатын болса да, мен орамалымды шешіп, жұмысқа кірісіп олай істемеймін дедім. Мен жай ғана ешқандай еш нәрсе бір минутта ойланбай, мен қазір айтып отырмын, қазір-ақ осы жұмыстан кетуге дайынмын. Өйткені ризықты маған беретін Алла. Сіз емес, бұл жұмыс емес, басқа емес, Алла тағала береді. Және мен қандай жағдай болса да мен Алланы таңдаймын. Алланың маған бұйрығын, парызын таңдаймын. Және тағы да мен Алла тағалаға тәуекел етемін, жұмысты қиып. Ол маған бұдан да жақсысын береді, өйткені ол солай уәде етіп тұр. Мен бір минутта ойланбаймын, жұмыспен орамалымды таңдау жаса десеңіз, мен кете берейін дедім да. Мен бірден кете берейін. Сіздер ренжімеңіз, мен де ренжімеймін, шын айтам дедім. Сіз түсінемін мен дедім. Өйткені түсінемін сізді. Мынандай жұмыс, мынандай, тем более шоу-бизнес, шынымен енді маған да демек сол хайырлы болады. Ешқандай да өкпе реніш жоқ деп едім. Жоқ, ондай ой жоқ, не жоқ. Қал жұмыс жасай бер, біз қалаймыз сенімен жұмыс жасағанды деді. Бірақ бәрібір ішінде бір ой тұр ғой, енді қалай болады екен, уайым тұр да. Өзінде бір әлі бір қабылдай алмау тұр, жаңағыдай енді жан ашып тұр шынымен де деген сияқты. Сонымен уақыт өте келе, менің сол Алла тағаланың бір жағынан бір сынағы болды да, ол менің ниетімді сынады. Мен жаңа жүрегіммен, неммен қабылдадым, Аллаға тәуекел еттім деп тұрмын да. Енді хабарды маған бір тастау оңай болған шығар. Алла тағала маған одан да, мен мына жұмысқа келген кезде хабарда алып жүрген ақшамнан, қыздар, бір қанша есе деп айтсам болады, бір точно бір 2-3 есе мен көп айлыққа келістік. Сол кездің өзінде $2000 деп келістік та, мысалға, ол кезде еще қандай ақша ол,
ана жақтағы айлығымыздан ол әлде қайда көп болды, тұрақты болды да. Яғни шынында да Алла тағала маған не істеді? Одан да мен ана жерде мысалға хабармен қоштасуға әзір болдым ғой, егер мен жұмыстан шығарамын десем, мен оған дайын болдым оны қиюға. Және хабарды жұмысты қайтесің дегенде, білмеймін, маған хабар, жұмыс қазір маңызды болып тұрған жоқ. Алла әйтеуір уәде етіп тұр ғой, бір нәрсесі болар дедім да. Яғни мен оны Алла үшін ол нәрседен бас тартуға дайын болдым. Және Алла тағала маған мына жақтан ұсынысты өздері әкелдіріп, ситуацияның бәрін солай құрастырып, Алла тағала пожалуйста келші деп, ана жақтан да мені шығарған жоқ. Өз еркіммен кеттім да ана жұмыстан. Және мына жақтан мені өздері қайта-қайта айтып жатып, мен ойланып жатып, истихара оқып жатып, арғы бір уақыт салып жатып, ана жұмысқа былайша айтқанда әлде қандай болып барып тұрмын да. Және ана жақтағы ризығымнан әлде қайда көп. Шында да Алла тағала маған одан да жақсымен айырбастап берді. Және ол жерде уже біздің өзіміздің, менің өз жеке офисім болды, кабинетім болды, намаз оқуға дәрет ешқандай менде жаңағыдай не болған жоқ, кедергі болған жоқ. Тіпті осыдан кейін уже мен сол енді мен барып оқуға уақытым болған жоқ. Сондықтан менде өзімде жеке кабинет не болғаннан кейін менде мүмкіндік туды ұстазды шақыртып өзіме сол жұмыстың орында бір уақытта, таңертеңгілік уақытта аптасына 2 рет жаңағыдай Құранға түсуге, тәжвид оқуға, яғни Құранды кәдімгі өзінің түп нұсқасынан оқуды үйренуге менде мүмкіндік туды да. Қайта менің амалдарыма да жақсы болды. Хабарда жүре берген кезде мен я бы не могла это себе позволить, ондай нәрсені өзіме кәдімгі ондай условия жасай алмас едім өзіме. Яғни ары қарай мен өзім сол Құранға түсе бастадым, Құранды өзінің түп нұсқасынан үйрене бастадым. Және біраз уақытта арада уақыт өте келе, мысалға жаңағы менің жұмыс берушілерімнің көзінің алдында да Алла тағала менің мәртебемді өсіріп қойды бір ситуация арқылы. Бір сол кезде бір кішкене бір қиын ситуация орын алды. Біз, менің жаңа бастығым екеуміз бір өте маңызды жаңағыдай енді былайша айтқан кезде кездесуге баруға тура келдік та, тура келді. Яғни ол кісілер жаңағы кішкене айтамыз ғой, сәл бандиттеу деген сияқты, иә. Енді ол шоу-бизнес, ол әлем, ол сондай. Яғни былайша айтқан кезде біз разборкаға баруға тура келдік та, енді былай, мынандай нормальный разборкаға. Өте жаңағыдай влиятельный, өте жаңағыдай салмағы бар адамдармен сондай бір неге баруға тура келді. Сонымен сол кездесуге барған кезде енді біз дайындалып бардық қой, өте жаңағыдай атакаға, сөзге қалай болады екен деген уайыммен бардық та, қалай көзқарас қалыптасады екен, не болады екен деген сияқты. Барған кезде ана кісілермен көрісіп отырған кезде дәл менің киімім, енді сырт көрінісімен көріп тұр, уже намаз оқитын белгілі, орамалым, ана осы менің киімім, менің положением разрядила эту ситуацию, кәдімгідей сол кездегі жағдайды кәдімгідей оң жаққа қарай, бізге плюс жаққа қарай ауытқытып шешіп жіберді да. Ана кісілердің көзқарасы және енді менің қаншама жинаған тәжірибем бар, опытым бар, неше жыл мен хабарда мысалы 2006 жылы студент кезден бастап мен жұмыс жасай бастадым. Жаңа телевизиялық проекттерде, оның арасында мен жаңағыдай вообще осы эстрадаға пиар деген нәрсені әкеліп, жазирамен бәріне жұмыс жасап, сол жердің бәрін жинаған тәжірибем бар, өзімнің оқығаным бар, сөйлегенім бар, барлығын ситуацияның бәрін мен сондай әйтеуір дайындалып барғаным бар, грамотно дұрыстап жеткізген кезде ол кісілердің көзқарасы кәдімгідей өзгерді да. Және жаңағыдай ешқандай атака емес, керісінше телефонды алып өзінің адамдарына звондады. Осылай сендерге мынандай деген қарындасымыз хабарласады, осы мына Гүлекеңнің атына, мына Қайраттың жұмысымен жақсылап тұрып жауап беріңдер, бүкіл шаруасын тындырып беріңдер. Өзіміздің мынандай қарындасымыз, осындай дұрыстап сөйлесіңдер деген сияқты бірдеңені берді. Ал ол ситуация жаңағы адамдардың іс-әрекеті, жаңағы кісілердің айтқан сөздерінің барлығы менің жұмыс берушімнің алдында менің мәртебемді кәдімгідей көтеріп жіберді да. Ол уайымдап, мысалы бұрындар бұл жұмысқа қандай несі болады екен деген уайымын кәдімгідей сейілтіп жіберді. Оның алдында менің кәдімгідей бір немді көтеріп, барлығын оның қорқыныштарын бәрін сейілтіп, керемет бір жаңағыдай обстановка, керемет бір жағдайды жасап берді Алла тағала. Яғни кез келгеніміздің қыздар, біздің
мәртебеміздің қандай болуы, төмен болуы, жоғары болуы ол Алла тағаланың қолында да. Алла тағала қаласа бүкіл адамның алдында сенің мәртебеңді жоғарылатып, барлығына сені жақсы көріп қояды, жүректеріне махаббат салып қояды саған деген. Ал сен Алланы емес адамдардың разылығын таңдасаң, адамдарға жағуды, адамдардың бір жақсы көзқарасын, сені жақсы көргенін, ешқашан қыздар адамдардың үдесіне шығу мүмкін емес. Өйткені пенде бірде былай, бірде былай. Сен олардың қалауын жасағанмен де сенен ертең басқа бір минусты тауып бетіңе басып, сені бәрібір қабылдамай шығады. Ал қашан біз Алланың разылығын таңдап, кез келген ситуацияда Алланың бұйрықтарын, Алланы таңдаған кезде, ол бүкіл адамдардың алдына сені жақсы көріп, махаббатын кәдімгідей жүрегін ашып қояды екен да. Өйткені Алла жақсы көрсе, бізді бүкіл періштелер жақсы көреді. Бүкіл періштелер жақсы көріп, бәріне айтып, Жәбірейіл алейхиссалам жақсы көреді. Көк пен жердің арасындағы барлық періштелер жүрегіне махаббат ұялап, содан кейін айтады екен да, сосын адамдардың жүрегіне махаббат орнатып береді екен. Барлық адамдардың алдына мәртебесін жоғарылатып береді екен. Тура осылай Алла тағала шынында да уәдеде тұрушылардың ең хайырлысы, ең ұлығы екендігіне мен 100% көзім жетті да, қыздар. Сол мен, мысалға, менің өмірім орамал таққанға дейін кейін деп кәдімгідей бөлінеді да. Тіпті достарымыздың, нелеріміздің ортасында да маған көпшілік айтады да, қыздар да айтады, мә Лаура, орамал таққаннан кейін вообще бұрынғыдан да сұлу әдемі болып кеткен сияқты, статная, сондай бір керемет бір не болып кеткен сияқты деген, олардың көзіне мен солай көрсетіп қойды да. Мен Алла разылығы үшін осы орамалды таққаным үшін, бәрінің алдында қандай да бір деңгейде мәртебеңді жоғарылатып қою. Сосын бір бізде стереотиптер қалыптасқан ғой, орамал тақсам жұмыс таба алмай қалам, орамал тақсам мен мынандай салада жұмыс істей алмаймын. Мен сіздердің алдарыңызда кез келген стереотипті бұза алатын адаммын да. Мен орамалмен жүріп, қыздар, хабардың телеарнасында жұмыс жасадым. Мені в конце концов ешкім жұмыстан қуған жоқ. Мен осында енді шоу-бизнес әлем, мен енді бір күні ол жұмыстан кететімді білдім, іштей бәрібір мен көңілім толған жоқ. Бірақ та менің сол жұмыста, сол периодта мен 5 жыл жұмыс жасадым ба, атқаратын бір миссиям болды да. Яғни менің әйтеуір сол кездегі миссиям Қайраттың сұхбаттары арқылы, оның сөзі арқылы, оның беретін интервьюлары арқылы адамдарға бір таухидты жеткізу, Аллаға ғана сенуді жеткізу. Әйтеуір жастардың барлығына кішкене осы жаратушыны Қайратпен сөйлескенде көбірек Қайрат деп, Қайратты альхамдулилля, сол нәрсе орын алды. Әйтеуір мен Қайраттың сол кезде өзім жұмыс жасап жүрген кезде умра қажылығына баруына себепкер болып, әйтеуір ұйымдастырып, соны жасап, кейін де мысалы соның жемісі болып жатыр, отбасына апарып жатыр. Қаншама адамға үлгі, елдің алдында жүргеннен кейін ондай адамдардың жаңағы міндетті түрде осы тек қана Аллаға сену керек екен, Алла ғана бүкіл нығметтерді беретінін айту өте маңызды. Және мен ойлаймын, сол бір уақыттарда менің бір жасаған миссиям сол болды. Бірақ енді уже 5 жылға таяғаннан кейін мен ақырындап жаңағыдай Алла тағаладан дұға жасай бастым. Аллахым, мен оға дейін де осы 2012 қызымды босанғаннан кейін мен уже осы әйелдердің саласын, денсаулыққа байланысты осы инфитнес туралы зерттеп, қарап, өзім үшін айналысып жүрдім. Тереңдей келе, жыл сайын қарай келе, ақпараттарды қарай келе, мен сол жерде жүріп уже жаңағыдай бір орында отырмай білім алып, дамып, яғни маман ретінде жұмыс істесем, әйел ретінде дамуымды тоқтатпай жұмыс жасай бастадым да. Кейін мен уже өзіме кәдімгідей мақсат қойдым. Мен енді осы жаңағыдай Қайраттың жанұясын бәрін жария жасайтын, жұлдызды жария жасайтын фильмді шығаруға үлес соны жасауым керек. Сосын сол фильм шыққаннан кейін мен жұмыстан кетеймін деп та. Сонымен Рашид Сүлейменов деген режиссер бар. Мен оны бұрыннан студент кезден танитынмын. Рашидтің бірнеше клипына, Рашид түсірген бірнеше клипқа түскен болатынмын. Әлі күлем, айтпаймын сіздерге қай клип екен. Бірақ кейде қыздар танып қойып жатады, Лаура ханым, сіз мынандай клипке түскен екенсіз ғой, мен көрдім деп. Сол өте мықты маман екенін біліп, мен дәл сол проектті сол ғана алып шығатынын біліп, Рашидті алып келіп, сценарий бәрін жазып, сол жаңағыдай ангелы, когда ангелы спят деген кино болды ғой, көріңіздер, жұлдыздың ойнауымен. Соның сценарийін барлығын бекітіп, жасап, дайындап, команданың бәрін дайындап, және соның алдында мен түсіндім да, ол жұмыстан декретке шығып кетпесем кетпейтінімді.
өзімде жоспарлап жүрдім, өйткені қызым уже 5-ке толып кетті, екінші қызым 3-ші баланы дүниеге әкелу керек. Қаншама оның арасында проекттер жасадық. Сол аяғым ауыр болып жүріп, Қайраттың үлкен Алматы аренадағы үлкен концертін ұйымдастырдым, бәрін продюсер ретінде толықтай барлығын жасап. Бірақ мен ылғи да шынымен өзімнің қалауыммен, өзімнің ниетіммен кадрдың сыртында қалатын. Өйткені қандай да бір деңгейде мен орамалмен жүріп сондай жұмыс жасайтыныма ұялатынмын да. Сосын адамдар сұраса да қайда жұмыс жасайсыз десе айта алмаймын, қысылам да, орамал тағып алып, жаңағыда әншінің осындай директормын дегенді айта алмайтынмын да. Сонымен жай фирмада жұмыс жасаймын деп жасыратынмын адамдардан. Өйткені бір түрлі өзім жаман сезінетінмін да, бәрібір дұрыс емес деген сияқты ішінде бірдеңе итермелеп тұратын. Сонымен Алла тағаладан дұға ете бастадым, тахаджудқа тұра бастадым. Аллахым маған хайырлы, екі дүниемде хайырлы, маған және басқа адамдарға көмегі тиетін, сондай бір сауабы бар маған бір кәсіпті нәсіп етші Алла тағалам. Мені және осы жұмыстан хайырлы жолмен ешкім ренжімейтіндей етіп кетуімді нәсіп етші дегенде, солай баламды көтеріп екіқабат болып жүріп, жаңағы проекттің бәрін жасап, киноның бәрін реттеп, съемочный уже не басталған кезде, ішіндегі бөпем 7 айлық болған кезде мен енді жарияладым жұмыстан кететінімді. Қанша дегенмен бәрібір жаңағыдай ренжіді. Қайратта Лаура қайда бармақшысың, қайда барасың, осы үйрендік деп кәдімгідей енді сондай біз туысқан сияқты болып кеттік ол отбасымен. Қатты қадірлеймін ол адамдарды, қатты жақсы көрем. Оның ішінде Қайратты да сондай жүрген жерінде таухидты айтып жүреді, мамасына деген махаббатты барлығын қатты қадірлеймін. Сол кезде оларға айтып түсіндіріп, Қайрат, енді мен демалайын, мүлдем осы аяғым ауыр болғалы демалған жоқпын, ертең бала туылса одан сайын не болады, жарайды демалда сосын кел деп сөйтті. Бірақ енді ақырындап енді уақыт өткен соң кетеді ғой деп, альхамдулилля, ол жұмыстан кеттім. Сосын бірінші проектім жаңағы косметологиялық орталықты аштық, және осы бойынша ары қарай жұмыстана бастадым. Параллельно мен жаңағыдай оқып жүрдім, Украинада неде білім алып жүрдім. Осы уже мен целенаправлен дұғамды жасап жүріп, босанғанша тахаджудта тұрып, солай альхамдулилля Алла тағала маған осы миссияны сіздермен жұмыс жасауды бұйыртты. Содан кейін және осы нәрседен ұғатын нәрсеміз қыздар стереотиптерді бұзу, яғни орамалмен бізде не үшін біле тұрсақ та, жүрегіміз қалап тұрса да, не үшін жаңағыдай шешім қабылдай алмаймыз, неге орамал таға алмаймыз? Өйткені миымызда бір образдар, орамалды келіншек, орамалды қыз дегенге байланысты бір кейде образдар дұрыс емес та. Бізге жалған установка, стереотиптер қалыптасып қалғанда, өйткені жаңағыдай орамалдағылар мынандай, орамалданандай, мен жұмыс қалмай қояды, ешкім мені оқшаулайды, маған біртүрлі қарайды деп, түк те ондай емес қыздар. Керісінше мен орамал таққаннан кейін адамдардың арасында Алла тағала менің мәртебемді өсіріп қойды. Алла тағала менің сөзімді өтімді етіп қойды. Қайда барсам, мен осы орамалмен қыздар Астанадағы Нұр Отанның бүкіл жиналысына барып шықтым. Осы орамалмен талай әкімнің алдына кірдім мен. Тіпті жаңағыдай осы орамалмен Астананың мәдениет нелерін барлығына бүкіл осы Алматының да жаңағыдай әкімнің орынбасары жаңағы кім бар ғой, Арман Қырықбай мырза, соның алдына да мәселе ішімізде ғой. Өйткені мен қыздар орамалым үшін ешқашан қысылмайтынмын. Мен орамалдамын ғой деп ешқашан ұялмайтынмын. Және мен солай өзімді ұстағандықтан да, мен өзіме солай сенімді болғандықтан да, ешкім мені солай жаңағыдай біртүрлі қарамайтын маған. Керісінше мен бірін барам, өзіме сенімді отырам, бәрін грамотно бүкіл нәрселерін бәрін айтып берем, былай бәрін изложение жасаймын. Уже менің мықты специалист екенімді көрген кезде ешкім менің орамалыма придираться етпейді. Ешкім даже менің орамалда екенімді олар байқамайды да, былай бөліктемейді, мені бөлмейді ешқандай. Қалай керісінше бәрі сондай с уважением немен сөйлейді, басқа нәрсе. Енді керісінше бұл орамал қанша нәрсеге қалқан көмек болды маған. Енді бәрібір сондай әншінің директоры болғаннан кейін кейде басқа бір Қытайға да ұштық, басқа жаққа да бардық, қанша шетел араладық, не істедік. Кез келген адамның көзінде сен уже орамалмен тұрған кезде саған басқаша көзқараспен қарайды, басқаша жаңағыдай уважениемен қарайды, сыйластықпен қарайды. Ешқандай да бір жаман ойларға ерік бермейді ешкім, я. Тіпті сондай бір сыйластығын адамдардың несін көріп тұрасың. Қайратқа да былай айтып жатады екен, қандай керемет осындай директорың не болғаны деген сияқты да. Яғни Алла тағала сол адамдар арқылы оларға қайта-қайта подтверждение жіберіп жатты да. Менің мәртебемді өсіріп жатты олардың алдында.
Альхамдулилля. Терезені жаба саласыз ба? Аяғым жауырып кетті. Сол сияқты біз өзімізді өзіміз қалай қабылдаймыз, солай бізді жан-жағымыз қабылдайды. Қазір біз фокусымыз, біздің образымыз сондай болғаннан кейін де бізге солай сияқты бәрі, жаңа орамалдағылар сөйтіп көретін сияқты, орамалдағылардың бәрі бишара сияқты да. А білесіздер ма, қаншама мықты специалистер бар, қаншама мықты жаңағыдай мамандар бар. Керісінше, сен мықты маман болсаң, сен қарамайды ондайыңа. Қаншама қыздар бар, PhD доктор, менің қаншама өзімнің таныс құрбыларым бар. Америкада оқып жатыр, Англияда оқып жатқан мықты специалистер, мықты Алия деген маркетолог жаңағыдай құрбымыз бар. Ол шаққандай бизнесті қандай тетіктерін, қандай несін разбор жасаған кезде, персоналмен қалай жұмыс жасауды үйреткен кезде ешкім одан аса алмайды. Және ол өте мықты, востребованный маман. Заказ болмаса да, бастығы оған ақша төлеп, оны ұстап отырады. Өйткені ол мықты маман, өте ірі компанияда жұмыс жасайды. Тура сол сияқты менің басқа да құрбыларым бар. Тура сол сияқты бізде Әсел Мамырова деген таныс қызымыз бар, я. Осы бүкіл елдегі шетелдік басқа жаңағыдай кинолардың барлығына дубляж жасайды, аударма жасайды, сіздер соның барлығын көресіздер. Оны да мысалы мықты маман. Сіздер өздеріңіз білетін Жазира Ботақара ұстаз бар, я. Ол кісі де мысалға 31 телеарнасында кәдімгідей бір белді бір қызметте жасайды. Қанша жылдан бері оны телеарна ешқайда жібермей жұмыста жасап отыр, ұстап отыр. Және қыздар біз өзіміздің отырған жеріміз мысалға Ритц Карлтон Тауэрста отырамыз ғой, Есентай Тауэрста, я. Өте ол жақта өте мықты компаниялар отырады, өте ірі компаниялар отырады. Сол жерде де өте мықты қызметтерде мен талай рет байқап жүрмін, орамалда, хиджабта қыздар өте көп. Яғни, жаңағыдай мен орамал тақсам, мен дұрыс жұмыс таба алмай қалам, мені ешкім жұмысқа алмай қояды деген біздің миымыздағы ғана қорқыныш, біздің миымыздағы ғана установка. Сен мықты маман болсаң, барлық жерде, мықты маман барлық жерде керек. Бұл жай ғана нәрсе, бір біздің ғана қорқыныштарымыз. Және ниетімізге қарай ғой, қыздар, ниетімізге қарай, ниетіміз жаңағыдай Алла Тағала разылығы үшін болып, жүрегімізге осы орамалымыз байланған кезде, оны шешу деген сіздің ойыңызға да кіріп шықпайды. Тіпті наоборот, мысалға мен түсімде жүрген кезде үйге біреу кіріп қалып сөйтсем орамалсыз екенмін деймін, қорқып андай ойбай орамалым жоқ деп, немесе бір кезде түсімде үйден шығайын деп жатқанда басымда орамал, ойбай орамалсыз шығып кетейін дедім деген қорқыныш даже түсімде тұрады да, сондай нәрсе. Сөйтсем ол орамалдағы көп қыздарда болады екен сондай. Яғни ол да бір жүректе осы сенің орамалыңның байланғандығы белгісі да. Орамалың болмаса сен бір тыр жалаңаш сияқтысың, басқа сияқтысың да. Яғни осындай нәрседен бөлек қыздар бұл нығметі өте көп, шында да өте көп. Тіпті медициналық тұрғыдан алғанда да бұл жабық киіну, не істеу деген нәрсе сияқты ультрафиолеттен қорғау, шашыңды қорғау, сенің біздің шаш өте жаман энергетикалардың барлығын тартатын нәрсе. Әйел адамға жаңағыдай соның бәрін жинап алу негізі қиын да. Ал мынау соның барлығынан қорғайды, я. Тіпті мысалға орамал тағатын көп қыздарда жаңағыдай шашпен қатты не жоқ деген сияқты да, проблема жоқ. Немесе жаңағы төстің обыры, яғни рак груди, я. Көп жағдайда осы ультрафиолеттің түсуінен және адамдардың көзінің түсуінен орын алатынында дәлелденген екен да. Өйткені адамның көзінен шығатын анандай бір энергия, ол кез келген нәрседен қатты тиеді екен да. Өйткені Пайғамбар саллаллаху өзі айтып кеткен, я, бір-біріңді жаңа сақтаңдар, көз деген көз тию бар, және ол шынында да қатты. Сондықтан да оның бөлек нығметтері несі өте көп, бірақ та шынында да Алла разылығы үшін сөйтіп келген кезде осындай мен өзімнің тәжірибеммен, өзімнің опытыммен бөлісіп отырмын да, қыздар, сіздерге. Яғни өміріңіз сіз осылай шын жүрегіңізбен Алла үшін бәрін осылай бетіп қабылдап, рахаттанып, осы нәрседен кайф алып таққан кезде, қыздар, өміріңіз тек қана жақсы жаққа қарай ілесе береді. Тек қана бір мәртебеңіз ғана көтеріліп қоймайды, Алла Тағала сізге келетін ризықты да кәдімгідей. Мен енді өзімде солай, альхамдулилля, Алла Тағала мені орамал таққаннан кейін ылғи да мәртебемді көтермесе түсірген кезі жоқ. Әлі де солай. Сол үшін мен Алла Тағалаға шексіз шүкір айтам. Аллаға мадақтар болсын, мақтаулар болсын. Қанша шүкір айтсам да аздық етеді. Сондықтан сол сіздермен бөлісейін дегенім осы жалпы менің
Оқиғам эфирге 1 минут қалды дейді. Қазір енді өшіріп сіздердің сұрақтарыңызға кішкене жауап берейін. Ассаламу алейкум.